Сәлеметсіздер ме, құрметті, қымбатты Тару әлемнің көрермендері және қонақтары. Мен арнаға оралдым. Ұзақ үзілістен кейін тосқан жандар болса, алдын ала кешірім сұраймын. Бір көшімен байланысты мен видео түсіруге мүмкіндігім болмады, болжам жасауға мүмкіндігім болмады. Енді осыдан видео түсіруге болжам жасауға, вақтылы болжам жасауға тырысамын. Арнаға жазыңыз, пікіріңізді қалдырыңыз, лайк басып отырыңыздар, құрметті көрермендер. Осы видеода біз 28 қазаннан 3 қарашаға дейін барлық жұлдыз белгісі не күтеді қарайтын боламыз. Апталық болжамды таразыдан балықтарға дейін не күтеді осы белгілерді. Сонымен болжамымызды бастайық. Бірінші бізде таразы белгісі, таразыдарды не күтеді 28 қазаннан 3 қарашаға дейін. 28 қазаннан 3 қарашаға дейін таразы белгісін не күтеді. Қарайық бірге. Арнаға жазылыңыз, пікіріңізді қалдырыңыз, лайк басып отырыңыздар, құрметті көрермендер. Арнада пассианс болжамды келесі айға, қараша айына түсіруге тырысамын. Сонымен таразыдарға бізге бірінші старший аркан Верховная Жрица түсті. Екінші старший аркан сізде бір осы апта асығыс шешім қабылдамаңыз, және шешім қабылдар алдында өзіңіздің ішкі сезіміңізді тыңдаңыз, интуицияңызды тыңдаңыз, ешқайда асықпаңыз, тосыңыз, қараңыз, қолайлы жағдайды күтіңіз, өзіңіздің интуицияңызды тыңдаңыз, және сіз жұмыста да сізде біраз сізді жұмыс істеп жүрсеңіз, сізде бір тосу кезеңі болады. Және сіз бір адамға, бір таролог, астрологқа соның көмегіне жүгінесіз, немесе өзіңіз бір құпия сақтайсыз ба, басқалардан, немесе біреудің құпиясын сақтайсыз ба, осындай апта болуы мүмкін сізде. Старший аркан өзгерістер осы аптада басталып, келесі аптада жалғасады. Апталарыңыз сәтті өтсін. Келесі бізде сары шаяндар. Сары шаяндарды не күтеді? 28 қазаннан 3 қарашаға дейін сары шаяндарды не күтеді? Сары шаяндарды не күтеді? Сізге пятерка мечей түсті. Пятерка мечей бізде кризисная карта, барлық пятеркадар бізде кризисная картаға жатады. Сізде жұмыста біреумен конфликт болуы мүмкін, және сіз сол адаммен ұрсасыз ба, және соны жеңуге тырысасыз, бірақ түбінде жеңесіз, бірақ ол сізге ешқандай нәтиже әкелмейді. Сондықтан абай болыңыз, сөзіңізге абай болыңыз, айтқан ойыңызға, сөзіңізге абай болыңыз, адамдарды қатты ренжітіп алмаңыз осы аптада, және тек қана өзіңізді ойлап нәтижеге жетуге тырысасыз, бірақ сол жеткен нәтиже сізге жемісін бермейді. Сондықтан
сол бағаға тұра ма сол нәрсе, алдын ала соны саралап ойланып алыңыз. Апталарыңыз сәтті өтсін. Арнаға жазыңыз, пікіріңізді қалдырыңыз, лайк басып отырыңыздар, құрметті көрермендер. Келесі бізде мерген белгісі. Мергендерді не күтеді? 28 қазаннан 3 қарашаға дейін. 28 қазаннан 3 қарашаға дейін мерген белгісін не күтеді? Апталары қалай өтеді? Қарайық бірге. Мергендерге өте жақсы карта түсті. Тройка кубков. Сіз бір нәтижеге жетесіз, жұмыста болсын, немесе жеке өміріңізде болсын, және соны өзіңіздің достарыңызбен, жақын достарыңызбен жиналып тойлайсыз. Бір нәрсенің аяқталуын тойлайсыз ба, және немесе бір нәтижеге жетуін тойлайсыз. Бала тууды білдіреді, және той жиын болуы мүмкін. Көңіл күйіңіз өте көтеріңкі болады осы аптада. Эмоцияңыз жоғары болады, мергендер. Және сондай жақсы көңіл күйде боласыз, бірақ сіздің стихияңыз емес. Сонда да өзіңізді жайлы жақсы сезінесіз. Мергендер, апталарыңыз сәтті өтсін. Келесі бізде тау ешкі белгісі. Тау ешкідерді не күтеді? Тау ешкідерді не күтеді? 28 қазаннан 3 28 қазаннан 3 қарашаға тау ешкі белгісін не күтеді? 28 қазаннан 3 қарашаға дейін тау ешкі белгісін не күтеді? Қарайық бірге. Сонымен тау ешкі белгісіне 9 жезлов түсті. 9 жезлов, сіз өзіңізді осы аптада жайсыз сезінесіз, басыңыз ауыру мүмкін, көп ойланасыз, адамдардан шеттенесіз, өзіңізді қорғайсыз, адамдардан, қоғамнан жалғыз қалғыңыз келеді, және өткен қатеңізді қайталағыңыз келмейді, және барлық жиған мүлкіңізді, ақшаңызды сақтап қалғыңыз келеді, және адамдарға сенбейсіз. Осындай біраз сізде тоқтау болуы мүмкін жұмыста. Арғарай қозғалыс болмайды, бір нәрсені тосасыз, қорғанасыз адамдардан. Сондай сізде апта болады, тау ешкі белгісі. Арнаға жазылыңыз, пікіріңізді қалдырыңыз, лайк басып отырыңыздар, құрметті көрермендер. Келесі бізде су құйғыш белгісі. Су құйғыштарды не күтеді? 28 қазаннан 3 қарашаға дейін. Қарайық бірге. Су құйғыштарды не күтеді? 28 қазаннан 3 қарашаға дейін су құйғыштарды не күтеді? Қарайық бірге. Су құйғыштарға семерка мечей түсті. Су құйғыштар сізді
біреу алдап кету қаупі бар, сондықтан абай болыңыз. Қазір бізде көп алаяқтар бар, мошенниктер бар, және сол адамдар сізді алдап кетуі мүмкін. Сондықтан затыңызға, өзіңіздің карталарыңызға, барлығына абай болыңыз, адамдарға сенбеңіз, және барлық келген ақпаратты тексеріңіз, ойланыңыз, одан кейін ғана шешім қабылдаңыз. Және сіз немесе өзіңіз сондай қасиет танытуыңыз мүмкін. Біреуді затын алғыңыз келеді, біреуді алдағыңыз келеме, сондай бір қалау болады сізде, желание болады соны жасауға. Апталарыңыз сәтті өтсін. Келесі бізде балықтар. Балықтарды не күтеді? 28 қазаннан 3 қарашаға дейін. 28 қазаннан 3 қарашаға дейін балықтарды не күтеді? 28 қазаннан 3 қарашаға дейін балықтарды не күтеді? Қарайық бірге. 28 қазаннан 3 қарашаға дейін балықтарды не күтеді? Арнаға жазылыңыз, пікіріңізді қалдырыңыз, лайк баса отырыңыздар, құрметті көрермендер. Сонымен балықтарға рыцарь мечей түсті. Сіздің апталарыңыз біраз тез өтіп кетуі мүмкін, көп ақпарат болады, бір жаққа асығасыз, сізде бір ыза болам, ашу болам адамдарға, және бір нәрсеге нүкте қойғыңыз келеді, және бір мәселенің басын ашып алғыңыз келеді. Сондай сізде көңіл-күй болады. Осы аптада біраз қатал боласыз, адамдардың көңіліне қарамайсыз, немесе сондай сізге ақпарат келемі, бір ойламаған жерден тез жылдан бір күтпеген бір ақпарат, жаңалық келуі мүмкін осы аптада. Балықтар, апталарыңыз сәтті өтсін. Арнаға жазылыңыз, пікіріңізді қалдырыңыз, лайк басып отырыңыздар, құрметті көрермендер. Келесі видеоға аман сау болыңыздар.